математика, технология пәндерінен алған білімдерді пайдалана отырып, осы қалдық материалдардан өздерің бір жоба құрастырып көріңдер, қандай жоба ойластыра аласыңдар? Біз осы қалдық және қарапайым ағаштарды пайдалана отырып, шегесіз көпір жобасын қолға алдық. Ал балалар, енді сендер мына шегесіз көпір жобасын таңдапсыңдар, осыны жаңа құрастырып, жаңағы тәжірибеден өткіздіңдер. Бұл жобаны сендер не үшін бұл жобаны алдыңдар? Біздің шегесіз көпір жобасын таңдауының басты себебі оның заманауи, қауіпсіз әрі тиімді құрылғылардың әдісі болуы. Біз дәстүрлі көпір уақыт өте келе тозып, қауіпті жағдайларға алып келуі мүмкін. Ал шегесіз жүйе ол бізде ұзақ мерзімді талап етеді. Сонымен қатар ол сенімді әрі экологиялық балама түрде тиімді болып келеді. Сонымен қатар бұл шалғай ауылдарда, инфрақұрылымды ауылдарда ол бізде өте жақсы болады, яғни жоғары күрделі көпірлерді салуға жеңілдетеді. Бұл жобаны жасау үшін қажетті құралдар мен материалдарға біз ағаш таяқшалар, қарындаш пен сызғыш және де кірпішті алдық. Жобаның маңыздысы әр таяқша екіншісіне тірелу керек. Тепе-теңдік сақтау үшін қатарлары бірдей биіктікте, бірдей аралықпен орналасуы қажет. Таяқшаларды бірдей қоймай, кезекпен қойыңыз. Мысалы, оң жақта бір, сол жақта бір. Ал ендігі кезекте қадамдарына көрсек, бізде бірінші қадам ол өлшемін анықтау. Көпірдің ұзындығын анықтап аламыз. Бізде көпірдің ұзындығы 75 см. Таяқшалардың ұзындығы бірдей болуы керек. Таяқшалардың ұзындығы 32 см. Бізде барлығы 18 таяқша. Екінші қадам – көпірді жинау реті. Қарапайым нұсқасы 3 қабатты жүйе. Біріншісі төменгі қабат. 4-6 таяқша көлденең қойылады. Бұл көпірдің тамады болады. Екіншісі ортаңғы қабат. Жоғарыдан басқа таяқшалар төменгілерге көлбеу түрде тіреліп орналастырылады. Үшіншісі жоғарғы қабат. Соңғы таяқшалар жоғарғы жағынан өріліп, көпірдің арқа тәріздес формасын құрайды. Ал енді үшінші қадам – тепе-теңдікті тексеру. Барлық таяқшалар дұрыс тіреліп тұрма, соны тексеріп аламыз. Содан кейін көпірдің үстіне шағын жүк қойып, оның беріктігін тексеріп көреміз. Мысалға 1-2 кітап. Ал балалар, жоба жақсы нәтижелі шықты. Енді осы жобаны жасау барысында қай пәндерден білімдеріңе сүйендіңдер? Физика, математика, технология сабақтарынан ол жақтардан біз күш, салмақ және де тепе-теңдік пәндеріне қарап жасадық. Біздің көпіріміздің дөңестігі ол оған үлкен салмақ көтеруге көмектеседі. Осы жобаны жасау барысында біз өзімізде инженерлік және сәулеткерлік қасиеттерді байқап, болашақта осы мамандықта таңдауға ой алдық.